соқыр қыздың рөлін ойнау саған қаншалықты қиынға соқты? Маған ондай қатты қиынға соққан жоқ. Басында қиналдым, бірақ та ең бастысы өзіңнің роліңді алып шығу үшін сен өзіңнің роліңе ене білуің керек және сол ситуацияға шынайы ретте қарай білу керек. Сол кезде ғана сен жүрегіңмен ойнаған кезде көрерменге де ерекше сезім қалдыра аласың. Керемет. Екінші сұрағым, осы қысқа метражды фильмге түсе отыра өзіңе не түйдің? Жалпы бұл қысқа метражды фильмнің негізгі астарлы мағынасы ол көбінесе жетім балалардың қараусыз қалу және оларға көрсетіліп жатқан қатыгездік, тек қана оларды басқаша жағынан пайдалану. Яғни сол себепті де қандай жағдай болмасын, кез келген баланы шынымен жақсы көріп, оған ата-анасы секілді қамқор болып бөліп жармау керек. Тамаша. Тағы бір сұрағым, өзіңді енді актриса ретінде болашақта қай қырыңнан көрсеткің келеді? Қандай салада, мысалы, қандай киноларға түскің келеді? Мен болашақта театр сахнасында спектакльдерге түскім келеді және сол үшін еңбек етемін. Керемет.